Өз созылып баратқан уақытта созып, мені хабарлайын деп жатыр еді, айып етпеңіздер. Қалай болып жатыр? Шаршадыңыздар ау дейме? Созылыңқырап кеттік. Сол шаршап бара тұрғаннан кейін жаңа екі қожаны жібердік қой. Зікір салыңдар деп. Сөйтіп шаршағаны басылатын шығар елдің деп. Мынау бір монолог дайындап, бірден айтам ба деп жүргем, сөйтіп едім, менің алдындағы әзілкештердің әзілінен мені тоқтаңқырап қалдым, шынын айтқан уақытта. Сондықтан да уақыттарыңызды алмай-ақ қояйыншы. Келесі тағы да Шымкент Думан фестивалі болар, соған дейін айтармын. Айтып жүрмін мен монологтың бәрін. Я? Шаршадыңыздар білемін. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге. Келмей, кіре алмай жатқандар қаншама, сіздер бақыттысыздар. Мені мынау Шымкент қаласы мегаполис болып, оңтүстік облысы, Түркістан облысы болып кеткен кезде, мен осыны әр әкім қарарлар келген сайын осы фестиваль туралы ұсыныстарыңызды айтыңыздар дегенде айтатынмын. Бұған дейінгі кісілердің бәрі біздің шымкенттіктер күлмейді дей ма, жоқ? Не қылады күліп дей ма? Сөйтіп жүрген кезде осы мынау Ғабит бауырымыз келіп, былтыр осы фестивальға рұқсат берді. Қаржы тапты осыған. Рахмет, Ғабит, Әбдімәжітұлы Мырзаға рахмет. Мәслихатқа рахмет. Бахадыр бауырымызға рахмет. Олар да Шымкент күлкінің астанасы ғой. Қайтадан жандансын дегеніне. Барлықтарыңызға да. Сіздерге де рахмет. Қазақта бір әдемі сөз бар. Құдайым күлкіден жаңылдырмасын дейді. Дұрыс па? Езулеріңізден ешқашан күлкі кетпесін сіздердің. Шымкент Думан мәңгі жасай берсін.